Мысықтардың эволюциясы. Ежелгі заманнан бері мысықтардың сыртқы түрі мен табиғаты қалай өзгерді? Миоциттер алғашқы мысықтар. Мысық үй жануарлары болғанымен, мұртты жолақтардың иелері кейде, ақ және пушистыйда мойынсұнушылықпен белгілі бір жабайылықтың ұшқыны секіретінін растайды. Бұл кезде мысық ешбір жерден көрінбейтін олжаны іздей бастайды. Археологтар жасы 9,5 мың жыл болған мысықтың қалдықтарын тапты. Дәл осы қазба, уақыт машинасы сияқты, ғалымдарды қазіргі мысықтардың эволюциялық өткеніне қайтарды. Олар мысықтардың адамдарға жақын өмірге бейімделуінің соңғы 10 мың жылын жарықтандырды. Үй мысықтарының жабайы ата-бабасы 130 мың жыл бұрын пайда болған. Дала мысығы қолға үйретілді. Мыңжылдықтардан кейін мысық қалай өзгерді? Үй мысығындағы жабайы инстинкттердің сақталғандығы бірден көрінеді. Үй жануарлары нәжісті, тамақты көміп, жалап, иістен арылып, түнде біреуді аңдып жүргендей секіреді. Алайда үй мысықтарының табиғаты жабайы мысықтарға қарағанда жұмсақ әрі сенімді болды. Ежелгі мысық. Бұл жануардың адамның жанында үнемі болуына байланысты. Ана мысық ұрпаққа мысықтың күшті одақтасы болып табылатын адамның жанында өмір сүруге көмектесетін мінез құлық пен дағдылар туралы ақпарат береді. Қазіргі мысық. Жабайы және үй мысықтарының геномдарын салыстыру нейрондардың дамуына қатысатын гендер жиынтығында айқын айырмашылық бар екенін көрсетті. Бұл үй мысықтарының миы мойынсұнуға бейімделгенін түсіндіреді. Археологтардың зерттеулері қазіргі мысықтардың бас сүйегі олардың жабайы ата-бабаларына қарағанда әлдеқайда аз екенін көрсетті. Енді үй мысықтарына үлкен жақтар қажет емес, өйткені олар тамақ туралы алаңдамайды. Мыңдаған жылдар бойы адамдар оларды тамақтандырды. Мысықтардың құлағы да өзгеріске ұшырады. Олар жұмсақ әрі кішірейе түсті. Өйткені енді аң аулаудың немесе жыртқыштардан жасырудың қажеті жоқ. Үй мысықтарының табандары да өзгеріп, кішірейіп, бұлшық еттері жұқа болды. Енді олар жәбірленушіні күтіп, қопаларда отырудың қажеті жоқ. Сондықтан олардың сұр және құм пальтосының түсі ақ және қызылдан 3 түске дейін әр түрлі болды. Мысықтың сыртқы түрін өзгертуде адам маңызды рөл атқарды. Елді мекендер қоршаулармен толып, жабайы орманнан бөлінді. Қолға үйретілген мысықтар жабайы және үлкенірек адамдардан қоршалған, сондықтан олар бұрынғыдай жабайы мысықтармен емес, бір-бірімен ұрпақ өсірді. Қазір 250-ден астам мысық тұқымдары болды. Және бұл шектеу емес.